Көңіл-күйіміз қалай? Әрине, көңіл-күйлерімнің тамаша екеніне сенімдімін. Олай болса, бүгін әдебиетті оқу пәнінен біздер ерекше сабағымызды бастағалы отырмыз. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен атты бөлімнің Батыр туса ел атты жаңа сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты жырдағы көркем бейнелі сөздерді сөйлеуде қолдануды үйрену. Ендеше балалар, ой қозғаудағы мақалдарды мұқият тыңдаймыз. Айлалы батыр алдырмас. Жау жоқта батыр көп, дау жоқта ақыл көп. Тұлпар қолынан, батыр баладан. Ал балалар, бұл мақалдар не жайында екен? Әрине, жарайсыңдар. Бұл мақалдар батырлар жайында екен. Олай болса, 53-ші беттегі батырлар жыры мәтінін түсініп оқимыз. Батырлар жыры. Ел жұрттың арманы сыртқы жаулардан қорғанып, тыныштықта өмір сүру. Бұл әсіресе ерте кездегі жаугершілік замандарда оңай болмаған. Сондай жағдайда халық ел қорғайтын хас батырларды аңсаған. Олардың батырлық, қаһармандық істерін мадақтап, жырға қосқан. Алғашқыда батырдың бір ерлігі ғана айтылса, кейін басқа жорықтары жалғасып, оқиға тізбегі өрбітілген. Сөйтіп, халық шығармаларының көлемді де көрнекті тағы бір түрі батырлар жыры пайда болған. Жырды өзі шығарып, өзі айтушы адам жырау деп, ал жырды жаттап алушы, айтушы, таратушы адамды жыршы деп атайды. Ал балалар, келесі тапсырма бойынша біздер бүгін жырға сай дауыс ырғағын таңдап алып, Қобыланды батыр жырынан үзіндіні оқимыз. Қобыланды батыр жырдан үзінді. Арыстан туған Қобыланды күн шығуға қарамай, ат қоюға ойланды. Ата-анасы ел жұртты, қара қыпшақ баласы, жатқаннан соң байлауда, қақпанның келіп аузына батыр Қобыланды ақырды. Нар түйедей бақырды, алшағыр деп шақырды. Ау алшағыр, әуелі сөзіме құлақ сал шағыр. Менің атым Қобыланды, әуелі өзің қалмай шық, алды артыңды қармай шық, қалдырмастан жанмай шық. Арманда қапы қалмай шық, қара қасқа атың міне шық, оқ өтпес тон кие шық, қарыңа сүңгі іле шық. Шыдай алмай алшағыр үстіне сауыт киеді, беліне байлап болатын, қарнына найза іледі. Алтын тұрма нер салып, енді атына мінеді, қара қасқа тұлпардың құйрығын шарт тиеді. Шақырып тұрған батырдың қорықты дерттеп бармасам, алдында жүре береді. Қобыланды батыр, шындар мүсінді, жайықтың бойы қамысты, бермеймін деп намысты. Екі батыр екпінмен жақындасып қалысты. Үшігіп жүрген батырлар бір ауызсөзге келмей-ақ, шүйгінісіп екеуі еменен найда салысты. Итерісіп тұрысты, ат тізесін бүгісті, бүгісте тұрысты. Біріне бірі ұмтылып, тақымдары құрысты. Қанжар менен қармасты, сенсе, сөйтіп ойын ойнасты. Қанжар қалды қайысып, сенсе қалды майысып, ерлердің жанынан түңілді. Ал ендеше балалар, сөздіктермен жұмыс жасайық. Қыпшақ қазақ руларының бірі. Қар. Қары дейді. Қолдың білектен жоғары тұсы. Қарысты,
Бұл жерде саусақтың иілмей, қозғалмай қалуы. Сүңгі, найза түрі. Тақым, адам санының тізеден жоғары ішкі жағы. Шәрі, қала. Балалар, елін, жерін қорғаған тағы қандай батырларды білесіңдер? Райымбек батыр, Қарасай батыр, Наурызбай батыр, Өгенбай батыр. Жарайсыңдар балалар, елін, жерін қорғаған қазақтың батырлары өте көп. Қобыланды батырдан басқа Алпамыс батыр, Бөкенбай батыр, Наурызбай батыр, тағы сол сияқты батырларымыз көп балалар. Балалар, сабағымыздың қорытынды бөліміне де келіп жеттік. Мақал мәтелдердің жалғасын тауып, тақырыбын анықтаймыз. Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Болат қайнауда шынығады, батыр майданда шынығады. Батырды жаудасына, шешенді даудасына. Көз қорқақ, қол батыр. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.